Армысыздар әйел әлемі арнамның тыңдармандары. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп пікір бөліміне өз ойыңызды жаза отырыңыз. Лүпіл басып, кейіпкерімді қолдап отырсаңыздар екен. Көкек анамды кешірмеймін. Жаңа туынды. Тастанды қыздың тағдыры. 2 бөлім. Бар балалық шағым жеңгеме қызмет етумен өтіпті. Оның жанымды тілгілеген улы сөздері мен қорлығы және мазағы өмірде тұлға ретінде қалыптасуыма кері әсерін тигізді. Өзге балалар секілді бала болып алаңсыз ойнай алмадым. Күн ыстықта ел қатарлы тал түсте, не түнде ұйқымды қандырып бір ұйықтамаппын да. Жеңгем қай уақытта ұйықтап демалады, мен де сол кездерде демалады екенмін. Қазіргі таңда балалық шағым есіме түссе, кеудемді қатты ашу-ыза кернейді. Мектепті бітірген соң ел қатарлы оқуға да түсірмеді. Өкпе ауруларын емдейтін ауруханаға еден жуушы техничка болып жұмысқа кірдім. Ол жерде жұмысы жеңіл болмады. Қолыма көз жаралар шығып кетіп, қыс уақытында ол жерден жұмыстан шығып, үйде жүріп ем қабылдадым. Осы кезде көршіміздің үйіне бір туыс жігіті келіп кетіп жүретін. Сол үйдегі сыныптас құрбым мені кешке қарай жай сөйлесуге және туысымен таныстыруға шақырды. Мен ойымда ештеңе жоқ дарбазаның алдына жай сөйлесіп қайтуға шыққаным сол еді. Сыныптасымның жаңағы туысы 2 жігіт болып мені күштеп көтеріп алды да көлікке отырғызып алып кетті. Мен бақытты көршімнің үйіне келіп жүргенде 2-3 рет қана көрген болатынмын. Содан Шымкент қаласының маңындағы Арыстан бірақ шықтым. Көлік қатты сигнал беріп, бір үлкен үйдің алдына келіп тоқтады. Осы кезде қолдарында ақ жаулықтары бар бір апалар қуана жүгіріп шығып, мені көліктен түсіріп алып, қарсыласқаныма қарамастан киелі ақ орамалды басыма жапты. Бастапқыда келісімсіз алып қашқандарына қатты ашуланып көнбегеніммен, кейін амал жоқ тағдырыма мойынсұндым. Мен келін болып келген жерім Арыстың арғы жағындағы ауылдық жер екен. Содан анама хабаршылар жібергенде анам қызымды қайта алып келіңдер деп ашуланып көндікпепті. Сөйтіп анам мен сұр жылан жеңгем, ағам үшеуі артынан қуғыншы болып келді. Сол жерде де анам менің келген жерімді ұнатпай, қызым әлі жас, алып кетемін деп еді. Үлкен кісілер араға түсіп, бірінші бағы бақ қой, қайтып келген қыз демесін. Ұлымыз ұнатып жүрген екен, қызыңызға өз қызымыздай қараймыз деген соң, анам да көндігіп мені қалдырып кетті. Келін болып түскен жерімде ата-енем және жолдасымның 2 ағасы отбасыларымен үйде 3 келін болып тұрып жаттық. Үлкен қайынбикем тұрмыста көрші ауылда тұратын. Бағыма орай келген жерім жайлы жақсы еді. Жолдасым менен 6 жас үлкен. Мені қатты жақсы көретін. Абысындарыммен қарым-қатынасымыз жақсы. Бір шаңырақтың астында тату-тәтті тұрып жаттық. Алғаш рет менің туған күнімді осы үйде дастархан жайып, отбасымызбен атап өтпек болдық. Сол жерде қонаққа келген қайынбикем екеуміз оқшауланып қалғанымызда, қайынбикем маған қарап ақырын ғана: "Сәуле, сенің ата-анаң сені асырап алған екен ғой. Сен мұны білуші ма едің? Артыңнан қуғыншылар келгенде жеңгең солай деп еді" дегенінде, лезде жүзімді мұң шалып, басым салбырап, оған ештеңе деп айта алмадым. Жеңгемді білемін ғой, менің бақытты болғанымды құп көрмейді ол. Тұрмысқа шығып тыныштықта өмір сүремін бе дегенімде, оны бұл жаққа неге айтып кетті екен деп, ішім күйіп, өзегім өртенді. Сонда да сыр бермей келген жерімде жақсы келін атануға тырыстым. Бала күнімнен үй шаруасына жегілгендіктен әбден піскен болатынмын. Бұл үйдің шаруасын бірден дөңгелетіп алып кеттім. Үйдегілер жаста болсам қолымнан барлығы келетініне таңданып, мені өз қыздарындай бауырларына басты. Өз үйімде көрмеген жылуды ата-енем мен күйеуімнен, осы үйдегі жандардан көрдім. Алайда бұл бақытым ұзаққа созылмады. Арада 6 айдай уақыт өткен соң анам мен ағам келді. Анам: "Қызымды бөлек шығарыңдар, маған жақын тұру керек. Оны жиі-жиі көріп тұрмасам болмайды. Оны қатты сағынып жүрмін. Мына жер бізге ұзақ. Қызымды сағынамын" деп менің қарсыласқаныма қарамай жылатып үйге алып кетті. Енем мен жолдасым және абысындарым соңымнан бірнеше рет келді.
Алайда анам мені үйреніп қалған жеріме, бақытты отбасыма қайта жібермей қойды. Сөйтіп баяғы өміріме қайта оралдым. Анам ажыратып алып келгенімен жеңгеме байдан қайтқан қыз болдым. Мен тұрмысқа шығып кеткен соң анам жалғызсырап, үй тіршілігін жалғыз өзі атқарып шаршады-ау деймін. Осы кезде қадірім өткен секілді. Келген соң арада біршама уақыт өткенде аяғымның ауыр екенін білдім. Анам мен жеңгем ажырасып кеткен соң баланы қайтесің, болашағыңды ойла, баланы алдыртып таста деп, анам мені ертіп алып, аурухананы жағалап, анализ тапсырып, жақсы дәрігер іздестірді. Алайда мен ішімдегі шаранамды өз қолыммен өлтіре алмаймын деп, жасанды түсік жасатуға қарсы болып, анам ертіп барған ауруханадан қашып кеттім. Осылай жүргенімізде іштегі бала да өсіп кетті. Соңғы рет анам мен жеңгем мені сүйрелеп ауруханаға жасанды түсік жасатуға апарғанда, әйелдер дәрігері жеңгеме қарап: «Сендер қандай адамсыңдар? Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Іштегі шаранаға жан біткен ғой. Бұл қызды тіркеуге аламыз. Іштегі баланы тексеруіміз керек» деп, анализ тапсыртып тіркеуге қойды. Сөйтіп ана болатыныма қуанып, межелі уақытым келгенде шекесі торсықтай ұл баланы босандым. Басымнан қаншама жағдай өткенмен, осы балапаным менің өмірімнің мәні еді. Ана атанып сәбилі болғаныма қатты қуандым. Бірақ перзентханадан шығып үйге келген соң ешқайсысы менің қуанышымды бөліспеді. Керісінше анам: «Сен баланы қайтесің, әлі жассың ғой, оқуға түсесің, бағың ашылып тұрмысқа шығасың. Баланы менің сіңіліме бере сал. Өз баласы жоқ қой, сенің балаңды өз баласындай бауырына басып жақсы қарайды», дейді. Осы кезде анама қатты ашуланып кеттім де, оған қарап: «Апа, не деп отырсыз? Ол зат емес қой біреуге бере салатын. Мені ажыратып баламды әкесіз қылған сіздер. Болмаса мен сол отбасында бақытты едім. Сіздер әкетіп қалмағанда балам толыққанды отбасында өсетін еді. Оқытатын болсаңыздар мектеп бітіргенде неге оқуға түсірмедіңіздер? Күйеуге шығасың дейсіз. Онда неге сол күйеуімнен ажыратып алдыңыздар? Мен өзімнің көкек анам секілді баламды біреуге беріп бақытсыз қылмаймын. Өзім бағып өсіремін» деп, ызаға булығып, айқайлап жылап, баламды ешкімге бермей қойдым. Содан анамдар да көндікті, үндемеді. Түн ұйқымды 4 бөліп балама өзім қарадым. Маған ешкім қараспады. Осы кездері қатты күйзелдім. Анам мен жеңгеме іштей ыза болатынмын. Түндерде қыстығып жылап алатынмын. Өзім де тым жуаспын ғой. Кезінде осылай ажыраспаймын деп табандылық танытып, өз дегенімде тұруым керек еді. Енді өкінгенмен не пайда? Содан балам іші ауырып түнімен ұйықтамайды. Анам естіп жатса да, түк естімегендей ұйықтай береді. Бесік кішкене тербелмей қалса, балам жылай бастайды. Содан ағам шығады. «Ұйқы бермеді ғой, ана балаң қарасайшы» деп сөйленеді. Бесіктен шешіп алайын десем, анам ұрсады. «Неге шешіп алдың? Бар жерді сиіп түшіп тастайды ол. Қолға үйретпе» дейді. Балам жеңгемнің балаларынан қалған бесікте жатып, солардың балаларының киімдерін киіп өсіп жатты. Анам ақшасының барлығын жеңгеме беретін еді. Мен бір тиын да ұстамайтынмын. Осылай уақыт зымырап өтіп жатты. Балам аяғы шығып жүре бастады. Осы кезде ғана анамның балама мейірі түсіп, өзіне жақындарта бастады. Алайда менің анамнан да жеңгемнен де қатты көңілім қалған еді. Барар жерім мен басар тауым болмаған соң, амал жоқ, солардың сөздеріне шыдап жүре бердім. Балам үшін өмір сүріп, сол маған ұқсап ешкімнің түрткілегенін көрмесін деп, күйеуге де шықпаймын деп іштей бекінген болатынмын. Балам өскен соң анам мен жеңгем маған: «Баланы бізге тастада өзің күйеуге ти» дейді. Олардың сөз ұқпайтынын ескере келе үндемей құтыла салушы едім. Менің үнсіздігіме жеңгем ыза болып: «Неге күйеуге тимей жүрсің? Апам кетсе осы үйге сен ие боламын деп жүрсің бе?» деп маған тиісетінді шығарды. Қорқақты ұра берсең батыр болады дегендей, мен де үндемеуден шаршап, жеңгеме сөз қайтарып ұрысатын болдым. Ағам армиядан келген соң анам оны Ташкент қаласына оқуға түсіріп, полиция бөлімшесіне жұмысқа тұрғызды. Сонда біраз уақыт жұмыс істеген соң, үкіметке анам жарты ақшасын төлеп, үй алып берді. Сондай-ақ ауылдан үй жақтан жер алып, анам ағамдарға 7 бөлмелі үлкен үй салдыртып берді. Ағамның астына жеңіл көлікте мінгізіп қойды.
Ағам үшін барлығын істеп, бар жағдайын жасап берді. Сөйтіп ағам мен жеңгем 2 баласымен Ташкент қаласында тұра бастады. Қалған 3 баласы бізбен бірге ауылда қалды. Жеңгем 2 ортада келіп кетіп жүретін. Жеңгем жоқта еркін тыныстайтынмын. Дегенмен ол үйге келген сайын өзінше болып өйтпепсің, бүйтпепсің, баланы төсекке жібертіп қойыпсың, бір балаңды қарай алмай не істеп жүрсің, шешең секілді көшеде жәлеп болып жүрдің бе деп, тырнақ астынан кір іздеп ұрыс шығарып ауыр сөздер айтатын. Ол келіп кеткен сайын мені осылай жылатып, менің жылағанымнан өзі масаттанатын. Ал менің көшеге шығуға да уақытым жоқ еді. Дарбазаның алдында бидай, жүгері көже сататынбыз. Таң атқаннан еңбектеніп, кеш бата баламның жанына сүрліге құлап ұйқыға жататынмын. Өз өмірім ешқашан болған емес еді. Ал күйеуім баласын бір ретте болсын іздеп келмеді. Анам мен ағам мені алды-артыма қаратпай, бізбен бірге кетесің, болмаса сендей қызым жоқ деп, қарсыласқаныма қарамай, кезінде ажыратып алып кеткен еді. Қазір есіме түссе, сол кездегі ынжықтығыма әлі күнге дейін ыза боламын. Өкініштен өзегім өртенеді. Енем де жолдасым да артынан бірнеше рет келген еді. Алайда анам жібермей қойған болатын. Сонда ең соңғы рет келгенде енем маған қарап: «Сәулеш, ертеңгі күні өкініп қалма. Ертеңгі күні босанғаннан кейін келетін болсаң, ол кезде сені қабылдай алмаймыз. Қазір бізбен бірге жүрмесең, ұлымды үйлендіремін. Кейін кеш болады» деп ескерткен болатын. Мен оларға деген ешқандай шағымым, ештеңеге таласым жоқ деген қолхат жазып берген болатынмын. Сөйтіп, алғашқы бақытым, алғашқы отбасым сол кеткеннен мол кетті, артымнан қайта іздеп келмеді. Ал мен қайта баяғы күйіме түсіп, жеңгеме жегіліп, өз үйімде өзім құл болып қала берген болатынмын. Осылай жүргенде ағамды Астанадағы досы жұмысқа шақыртып, Ташкенттегі жұмыс орнынан шығып, сонда кетпек болғанда, жеңгем Астанаға бармаймын деп қырсығып қалып қалды. Анам: «Балаларыңның болашағын ойлаңдар, барып екеуің де жұмыс істеңдер» деп еді. Санасыз ақымақ жеңгем қырсығып, бұл мүмкіндіктен айырылып қалды. Сөйтіп, ауылдағы жаңа үлкен үйге қолдағының барын беріп, оларды еншісін беріп бөлек шығардық. Жеңгем сонда да өзі тойғанның көзі тоймайды дегендей, анам екеуміз отырған қара шаңырақты да алғысы келіп еді. Анам: «Бұл үй қызымыздікі, әкесі осы қызға аманат етіп кеткен» деп бермей қойды. Мен жеңгемдер кеткен соң үйді ақтап, сылап, тазалап, реттеп алдым. Олар еншісін алып бөлек кеткен соң жанымыз тынышталып қалды. Анам да оның әңгүдік, долы мінезінен әбден мезі болған еді. Сұршылан жеңгемнен құтылғаныма іштей Құдайға шүкір дедім. Анам екеуміз тыныш өмірге қадам басып, балама кішігірім сүндет той жасап бердік. Мен базарға саудаға шықтым. Анам, балам екеуі үйде көже сататын. Ұлым өте сүйкімді болатын. 6 жастан асқанда бастауышқа барды. Еті тірі, жұмсағанда жүгіріп кететін, тіршілікке епті болып өсе бастады. Анам бастапқыда балама мейірімі түспегенімен өсе келе оны қатты жақсы көріп кетті. 1-ші сыныпта оқып жүріп үйде апасына көмектесетін. Базарға жұмсаса жүгіріп барып көжеге қосатын айранын, тандыр нанын әкеліп беретін. Мен Ташкенттен тауар әкеліп өткізіп, ақша жинап, балам 16 жасқа толғанда шет елдік жеңіл көлік алдық. Содан мен өзіммен қатар үйленбеген жігітпен тұрмыс құрдым. Күйеуімнің әке-шешесі о дүниелік болып кеткен екен. Ал бауырларына керексіз болып, өз күнін өзі көріп жүрген, жетімсіреп жүрген жігіт екен. Менің оған деген аяушылық сезімім басым болып, онымен бірге отбасын құрып, анамның үйінен шығып пәтер жалдап тұра бастадық. Анам мен ұлым сол қара шаңырақта қалды. Күйеуім бөтелке жинап Шымкент қаласына апарып өткізіп жүретін еді. Кейін екеуміз қосылған соң, мен де сауданы қойып, күйеуіммен бірге бөтелке жинай бастадым. Уақыт өте келе қиналып кеткен соң, анамның жанына күйеуіммен бірге көшіп бардық. Мен қайта саудаға шықтым. Күйеуім Қарақалпақ елінің тумасы еді. Төл құжатын жоғалтып алған екен. Оның құжаттарының барлығын алып реттеп бердім.
Жүргізуші куәлігін алып беріп көлік мінгізіп қойдым. Бірінші бақ бағың, екінші бақ бетпақ екен дегендей, екінші күйеуім шөп шегетін адам болып шықты. Екеуіміз осы үшін жиі ұрысып қала беретін болдық. Осылай жүргенінде ұлым мектепті бітіріп Алматы қаласына заңгер факультетіне жоғары оқу орнына түсірдім. Алайда үлкен қалада өмір сүру қымбат, әрі алыс болып Шымкент қаласына жоғары оқу орнына ауыстырдым. Сонда пәтер жалдап оқып жатты. Барлығы жақсы болатын. Жаңа жылға қарай күйеуіммен Алматыға тауар әкелуге кеткен болатынбыз. Содан жаңа жылды Алматыда қарсы алатын болып шешіп, осында қалып қалдық. Ал ұлым ауылға үйге келген болатын. Апасымен жаңа жылды қарсы алып, сосын ауылдағы достарымен кеткен екен. Сол кеткеннен үйге таң ата 3 досымен бірге келіпті. Артынша полиция келіп, 4-еуін де тергеу бөлімшесіне алып кетіпті. Мен мұны ертесінде кешке ауылға келгенде бірақ естідім. Сөйтсем жанындағы өзінен 4-5 жас үлкен достарымен көшедегі таксистермен ерегісіп қалып, арты төбелеске ұласыпты. Сонда жанындағы бір досы таксист жігіттің біріне пышақ сұғып алып, жедел жәрдеммен ауруханаға алып кетіпті. Жаңа жыл күні түнде жаңағы таксист жігітке ауруханада алғашқы жәрдемдер кезінде көрсетілмей, сол жерде жан тапсырыпты. Мен полиция бөлімшесіне жетемін дегенше, достарының ішіндегі ең жасы 17 жастағы ұлымның мойнына кісі өлімін іліп, мойындатып, жанындағыларды босатып жібере салыпты. Мен шырылдап әділдік іздеп арыда жүгірдім, беріде жүгірдім. Ақыры болмады. $5000 адвокат жалдағанымен сотқа беретін ақшам болмай, ұлым еш кінәсіз 12 жылға бас бостандығынан айырылып, жас өмірі құрдымға кетті. Түрмеге тоғытылып кете барды. Таксист жігіттің анасы менің ұлымды ақтап алмақ болды. Менің баламды бұл бала өлтірген жоқ. Бұл бала ішіндегі ең жасы ғой. Бұл баланың үй ішінде, әжесінде, анасында танимын. Бұл ондай бала емес, деп әділдік іздеп Алматы қаласына барып, жоғары сотқа да шағымданды. Алайда бұл іс қайта қаралмады. Жабулы қазан жабулы күйінде қала берді. Әділдік іздеп шырқыраған аналарды ешкім тыңдаған жоқ. Осы жағдайдан кейін анамның денсаулығы сыр беріп, 2013 жылы 16 қазанда тура Құрбан айт күні өз Раббысына қайтты. Анамды жер қойнына тапсырған соң бейсенбілігін өткіздік. Кейін 40 болды. Осы кездері ағам мен жеңгем асырап алған болса да, біз үшін барлығын жасап, бір-бір үй етіп кеткен анамыздың әруағын сыйлап келмеді. Төбелерін де көрсетпеді. Ұлымның жағдайы анау болды. Анам мезгілсіз қайтыс болды. Ұлыма түрмеге қайта-қайта барамын. Осылай екі ортада жүгіріп жүргенімде, лицевой нервтерім суықтап, аузым қисайып, қатты ауырып қалдым. Осы кезде күйеуіммен қайта-қайта ұрыса беріп, ақыр соңында ажырасып кеттік. 3 жыл алтын ине салдырып жүріп, ем алдым. Аузым орнына келіп, ем қонып, жақсы болып жазылып кеттім. Сол баяғыдай ұлымның артынан 3 ай сайын барып тұратынмын. Содан бір күні ұлым хабарласып, қомақты қаражат қажет екенін, сот болғалы жатыр, жылымды алдыртамын деді. Мен қуанғанымнан жылап жүріп, әкемнен қалған үйді сатып, ұлымның біраз жылын алдырдым. Қалған ақшама Шымкент қаласының маңынан кішкентай жер үй алып, ұлымның соңынан барып тұрдым. Сөйтіп, сол жердегі бір дүкенге сатушы болып жұмысқа орналастым. Арада 2 жылдай уақыт өткен соң, ұлым 6 жыл отырған түрмеден босап шығып жаныма оралды. Ұлымның оралғанына қатты қуанып, Құдай тамақ беріп, шүкіршілігімді айттым. Көп ұзамай, ұлым үйленіп, келінді болдым. Алайда ұлымның таңдауы бір баласы бар келіншекке түсіп, оның таңдауына қарсы бола алмадым. Келінімнің баласы өз анасының қолында екен. Біз үйде ұлым, келінім үшеуміз ғана тұратын едік. Арада бір шама уақыт өтсе де келінім бала көтере алмады. Дегенмен, әлі күнге дейін үмітімізді үзбей келеміз. Осылай жүріп жасым 45-ке келгенде, аяқ астынан көкек анам мені іздеп тауып хабарласты.
Мені асырап алған анамның туыс сіңілісі екен. Анамдар бір апталық кезінде алдық деп еді. Сөйтсем, 1,5 күндік нәресте кезімде көкек анам уызын да емізбей, мені тастап өзі Түркияға кетіп қалған екен. Менімен кездескісі келіп, сөйлескісі келетінін айтып еді. Мен оған қарсы болдым. Сонан кейін араға туыстарын да салды. Ақшамен, байлықпен де қызықтырды. Алайда мен онымен кездесіп, сөйлесуден түбегейлі бас тарттым. Тек қаншама жыл көкейімді тескен бір ғана сұрағымды қойдым. Мені неге тастап кеттің дегенімде, көкек анам: мен сені көшеге лақтырып кеткен жоқпын ғой, сенімді адам, өзімнің туыс әпкеме бердім. Ол кезде жас болдым, қызық қуып, арман қуып, байда бақуат болашағымды ойлап, шетелге кеттім. Сен менің болашағыма кедергі болады ма деп ойладым. Алайда қыз бала ғой, кейін ақшамен келсем, байлығыма қызығар, сөйтіп қайтарып аламын деп ойлаған едім дейді. Оның бұл жауабына қатты ашуланып: ақшаң да, байлығың да өзіңе. Мен ақшаға сатылатын адам емеспін. Менің ата-анам қайтыс болған. Ал сен маған мүлде жат адамсың. Өзіңнің іштен шыққан балаңды байлық пен ақшаға айырбастап кеткен тряпкісің деп, сонан кейін онымен мүлде сөйлеспей қойдым. Мен ондай көкек ананы ешқашан кешіре алмайды екенмін. Көзімді ашқалы көрген ата-анам мен үшін орны бөлек жандар еді. Әкем ес біле бастаған шағымда дүниеден өтті. Бәлкім, ол кісі тірі болғанда анам ағамды асырап алмас па еді. Сұр жылан жеңгемнің өгейлігі мен қорлығын көрмей, алғашқы күйеуіммен бақытты ғұмыр кешерме едім, кім білсін. Ұлым да әке тәрбиесін көріп, толыққанды отбасында өсіп, мұндай жағдайға душар болмас па едім деймін. Дүниеге әкелген анамды емес, мені баққан анамды ана деймін. Ол кісіде бір кездері жеңгемнің сөзіне еріп қателескенімен мені бағып-қағып өсірді. Қоқыста, болмаса жетімдер үйінде қалсам, тағдырым қалай болар еді деп ойлап, бұл күніме де шүкіршілік етемін. Ұлыма осы жағдайды еш бүкпесіз айтып едім. Ұлым да: менің әжем қайтыс болған, басқа әжені білмеймін. Сізді тастап кеткен адамның ақшасы да, байлығы да қажет емес деді. Жер ортасы жасқа жақындағанымда өткеніме шолу жасап, басымнан кешкенді, өз өмірім, тастанды баланың жайы жайлы сізге жазып отырмын. Іштегі өкпе ренішім тарқап, жеңілдеп қалғандаймын. Қазіргі таңда ұлым мен келінім жұмыс істейді. Үйде мал жан бар. Мен қалада бір мейрамханада еден жуушы болып жұмыс істеп келемін. Өз шығындарыма жұмсайтын қалтамда үнемі ақшам бар, Құдайға шүкір. Ал кейде жалғызсырап, анамды қатты сағынамын. Алайда Алланың ісіне амал бар ма? Ата-анамның жатқан жерлер жайлы, топырақтары торқа болсын. Әңгіменің соңы. Авторы және дыбыстап оқыған Жазира Төлешова. Ден қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Лүпіл басып, пікір жаза отырсаңыздар екен. Арнамнан алыстамаңыздар. Амандықта болайық.